والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті, қадірменді жамағат, ағалар, апа, іні, қарындас, бауырлар, барлық мақтау 18 ғаламның Раббысы, жаратушы иеміз біздерге осындай нығметтерді берген, өмір берген, ислам берген, бізге иманды берген, осындай нығметтерді берген Алла Тағалаға сан шүкірлер болсын, мақтаулар болсын. Әлхамдулиллахи раббил алямин. Сол иманның арқасында міне бүгін жұма күні, сайырлы аям күні, қасиетті күні, қасиетті орынға, Алла Тағаланың үйі мешітке келіп, Алладан үміт қылып отырмыз. Міне бүгінгі жұма дұғаларымыз қабыл болады деп, тілектеріміз қабыл болады деп. Бәрімізде адам заты біздер үмітпен өмір сүреміз, білесіздер. Міне бүгінгіде үмітіміз, жұмамыз қабыл болсын деп келіп отырмыз. Алла Тағала әрқайсыңыздың басқан қадамдарыңызды хасанаттан, сауаптан қылсын. Амин. Естеріңізге салып кетейін, бүгін хижра жыл санауы бойынша 1443 жыл екен. Иә. 1443 жыл хижра жыл санауы бойынша. Шәуәл айы білесіздер, Рамазан айынан кейінгі 10-шы ай Шәуәл айы келеді. Бүгін міне 19-20 күнде отырмыз. Алла Тағала өзі даргайында қабыл етсін. Осы хижра жыл санауын жұма намаз уағыздарында жалпы көпшіліктің бас қосқан жерінде мұсылмандардың осыны бір еске салып айтып отыру қажет деп ойлаймын. Неге десеңіз, міне осы мұсылман қауымы баршамыздың, біздің рухани, имани өміріміз осы хижра жыл санауына байланысты. Міне қазір біліп алдық, білмейтініміз. Білетіндеріңізге тәкрар болды. Шәуәл айы 10-шы ай. Енді Шәуәл айынан кейін Зүл қағда айы келеді. Зүл қағда айынан кейін 12-ші ай Зүл хадж айы келеді. Қажылар айы, дұрыс па? Міне. Алланың есебі ол дәлме-дәл, оны ешкім алдай алмайды. Алланың есебі ол тұппа-тур. Бұл дүниеде жаратылыста. Сондықтан бұл хижра жыл санауын бәрімізде Мұхаррам айымен жыл басталатынында өте жақсы білуіміз керек. Қажылар айы бітеді, жыл басы Мұхаррам айымен басталады. Одан кейін Сафар айы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям толған айы, Рабиул аувал айы солай кете береді. Сөйтіп, қалай Рамазан айы келгенін байқамай қаламыз. Міне, Аллаға шүкір, бүгін жұма күні жұма уағызымыз, насихатымыз біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасында бекітілген. Мына Алла қаласа уақытымыз жеткенше, іліміміз жеткенше сіздерге жеткізуге тырысамыз. Уақыт бұл сарқылмас қазына. Бір қазина өзі, уақыт деген нәрсе. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз уақыт жайлы, бұл өте нәзік. Енді біз намаз туралы білеміз, намаз десе бәріміз білеміз. Зекет десе бәріміз білеміз, көпшілігіміз. Ораза десе, Рамазан десе бәріміз білеміз. Бірақ біз уақыт кез келген адам біле бермейді. Сондықтан уақыт жайлы сіздерге бір мешіт жамағаттарына, еліміздің жамағаттарына бүгін осы жұма күні бір мағлұмат береміз деп отырмыз. Бірақ бұны бір неғаннан бір жұмада тереңірек түсініп кетуі өте қиын, дұрыс па? Міне, өйткені біздің қауым, біздің мемлекетте, Орта Азияда айтсақ та болады. Біз шыны керек
құрметті жақсылар, біздің қауым, бірақ альхамдулилля, біз қазір иманның деңгейінде тұрмыз. Иманның деңгейінде, иманнан сабақты біз қазір көбірек алуымыз керек деп ойлаймын. Себебі иман бар жерде намаз да дұрыс бола береді, ораза да, іс-әрекетіміз, дұғамыз осы иманға байланысты, құрметті ағайындар, жақсылар, бауырлар. Сондықтан біз қазіргі уақытта иманның деңгейінде деп айтсақ жаңылыспаймыз ау. Өйткені бекерден бекер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл бойы Меккеде тек қана имандылыққа шақырған жоқ. Иман деген біздер үшін, құрметті жақсылар, өте бір қымбат нәрсе. Міне, ал бүгінгі айтатын тақырыбымыз уақытта бұл да иманға байланысты. Қараңыздар, иман аманат, сөздің басында айтып кетейін. Иман аманат. Неге? Әлімсақтан бері мұсылманбыз. Намаз оқығаннан бері емес. Намаз оқығаннан бері емес. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам ислам келіп Құран түсе бастағаннан бастап емес. Қашаннан бері мұсылмансың десе? Әлімсақтан бері мұсылман. Әлімсақ деген не? Барша адам затының ешкім қалған жоқ. Бәріміздің рухымызды жаратқан. Аласту раббикум қалу бәлә. Мен сендердің раббыларың емеспін ба? Қалу бәлә. Бәріміз жауап бердік. Сол кезде біз иман айтып қойдық. Иманды сол кезде келдіріп қойдық. Енді иман аманат. Неге иман аманат дейді? Дүниеге шіреті түстік. Біз енді иманымызды қорғап, өміріміздің осы жалған дүниеде иманымызды сақтап, қорғап, соны алып, ана дүниеге, шын дүниеге қайтадан Алланың өзіне иман болып бару біздің әрқайсымыздың, тек қана қазақтардың, арабтардың, өзбектердің, қазір мұсылман болып жүргендердің емес, жалпы әлімсақта иман келтіргендердің барлығы иманын сақтау тікелей парыз міндет. Сондықтан қарасаңыздар, бізге иман өте қымбат нәрсе. Ал енді иманды не қорғайды десеңіз, ол жақта, төмен жақта жатқан, былай айтқандай, әдеп, сүннет, уәжіп, парыз, одан кейін иман тұрады. Иманға жету үшін адам әдепті болу керек. Біз сондықтан былтырдан бері мынау ресми түрде Қазақстан мұсылман діни басқармасы ихсан деген жылды айтып өтіп жатырмыз. Міне, мынау сіздердің отырыс тұрыстарыңыз бәріміздің де, отырыс тұрыс жүрісіміздің бәрі ихсан. Сөйлеу, киіну, міне, мұсылман адамның киімі де, сөйлеуі де, жүрісі де, тұрысы да, жатуы, тұруы, ұйықтауы, адаммен сөйлесуі, ата-анасына, үлкендерге, жастарға, бала-шағасына, жалпы табиғатқа, жаратылысқа, Алла Тағаланың жаратқан табиғатына, жан-жануарларға сондай мейірімді, сондай рахымды болу, кішіпейіл болу. Міне біз осындай неге келуіміз керек. Сондықтан да пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ол неғылды? Исламды, дінді, өзінен Алланың дінін көрсете білді. Сондықтан да мүшриктер де оны тыңдады, кәпірлер де тыңдады, мұсылмандарды бәрі, яһудилер де бәрі тыңдады. Мені білмейтініміз өте көп екен, құрметті жақсылар. Ал осы тақырыбымызға көшейік. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Асыл дініміз исламда қайырымдылық атаулының ең құрметісі бұл уақыт деп аталады. Бүгінгі тақырыпта уақыт. Уақыт деген не? Бұл сөздік, яғни тілдік мағынада бұл нені білдіреді? Десек, уақыт деген бұл тоқтату, ұстау, тоқтату, кедергі болу деген мағыналарды, осындай мағыналарды білдіреді. Уақыт деген сөздің мағынасы. Құранда да уақыт деген белгілер бар. Құранның кейбір жерлерінде то деген әріп тұрады, нүктесінде қарасаңыз. Ол деген не? Мұтлақ уақыт дейді. Тоқтау ол, тоқтауың міндетті дейді. Енді жим деген әріп тұрады. Жимге тоқтасаң жақсы болады дейді. Абзал дейді.
Ал ла деген әріп тұрады. Лаға тоқтамай өтіп кету керек. Өйткені ол мағына бұзылып кетуі мүмкін. Ал ғалымдарға осы қағиданы ұстау, шариғатта дінді оқыған адамдарға ол міндет біздерге. Сіздер білмей қалсаңыздар, намазды жаңадан үйренсеңіздер, сізге бола береді. Бірақ оны келе-келе неғу керек, үйрену керек. Неге десеңіздер, біз жұмыс істеп, ақша дүние табуға ақылымыз жетіп қалады да, анау Құранды оқуға ақылымыз жетпей қалса, ол ұят болып қалады. Алла тағала айтады: "Ей пенде, мен саған ақылды не үшін бердім? Дүние табу үшін, ақша санау үшін ба? Құранды неге жаттанбадың менің кәләмімде?" деген сияқты. Мәселен, ақылға салып қарасақ, дұрыс па? Сондай, құрметті жақсылар. Міне уақыт деген тілдік тұрғыда бұл сөзі ұстау, тоқтату, кедергі болу деген мағыналарды білдіреді екен. Шариғатымызда белгілі бір мүлікті жарамсыз болып қалғанға дейін белгілі бір мүлікті үздіксіз қайырымдылық жолында пайдалануды уақыт деп атаймыз. Көрдіңіздер ме? Шариғатта белгілі бір мүлікті үздіксіз қайырымдылық жолында пайдалануды уақыт деп атайды екен. Көрдіңіздер қандай? Осы уақытпен біз енді танысып жатырмыз. Жаңа сөздің басында айтып кеткенім сол. Ал енді жай күнделікті біздің көріп жүрген, байқап жүрген өміріміздегі мысал келтіретін болсақ, мысалға мешіттеріміз мына уақыт, медреселеріміз уақыт. Бір адам құдық қазса уақыт. Сол жарамды болып тұрғанға дейін, мәселен. Сондықтан мешітті жауып тастаймыз деп адам айта алмайды. Бостан босқа жаба алмайды. Мешіт екі жерде жабылуы мүмкін. Құлайын деп тұрып, ол жөндеуге бір сондай бір мұқтаж болып, сондай бір не болып тұрса. Болмаса мешіт Алланың үйі. Бір нәрсе есіме түсіп тұр, құрметті жамағат. Біз кеше күнде бүкіл әлемге жаңағы індет келді деп, індет келді ғой, енді адамдар қайтыс болды, себеп болып Алланың қалауымен. 2 жылдай мешіттеріміз жабық тұрды. Арасында ашылды. Осының кеше мен Рамазан айында айттым, есіме түсіп. Өйткені кейбір адамдар намаздың соңында біз қысқартып қана тарқап кетейік деп. Бір 5-10 минутке шыдай алмайды. Сонда бір жамағаттарға естеріңізде болса айттым. Құрметті жамағат, кеше біз мешіттеріміз қашан ашылады деп біздерге, діни басқарманың адамдарына, имамдарға, біздерге солай былай айтқанда дат қылдыңыздар. Бізге де өте ауыр болды да мешіттің жабып тұрғаны, өте ауыр. Дұрыс па? Бірақ сіздер айттыңыздар, неге мешіт ашпаймыз? Алла сақтайды ғой, мешітке кіргенде микроб жоқ болып кетеді ғой дедіңіздер. Ал енді мешіт ашылды. Мешітке көбірек отыру керек енді. Мешітті сағынған жоқпыз ба деп ойлаймын да мен. Айтайын деп жатқаным. Мешітті сағынсақ, қашан ашасыңдар дедік. Ал ашылды. Мешіттен қашпау керек енді, меніңше. Қазір жаз айы келіп жатыр, күн ысып жатыр. Байқаймын, баяғы ұстаздарымыз айтады. Қазір адамдар көлеңкеге тығыла бастады. Ақырет күні, қиямет күні Алланың күнінде күн аптап дейді. Найза бойына түседі дейді, адамды күйдіріп жібереді дейді. Онда қалай боламыз, Құдай сақтасын. Қазір жұма намазға бір жарты сағатқа шыдай алмаймыз, көлеңке іздейміз мәселен. Ерте келсеңіз мешіттің ішінде отырасыз. Кешіксеңіз қай жерге келдіңіз, сол жерге отырасыз. Бір күні Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешітке кірген кезде сахабалар орнынан тұрды дейді. Сахабалар орнынан тұрды. Сонда пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ей бауырларым" деді. "Ендігәрі мешітке кетпеңдер" деді. Мешітке кетпеңдер деді.
Мешітте бәріміз Алланың құлымыз деп, бәріміз. Мейлі үйімізде болсын, бір қонақта болсын, жарайды, тұрғандарыңыз мен пайғамбар деп сыйлап жатқандарың ол болады, ризамын деп. Бірақ мешітте бәрі бір деді. Сондықтан мешітке келіп, кешкі келіп, орынға таласқан ол жөнсіз нәрсе. Бірақ бір құрметті алыстан қонақтар келіп қалса, білімді ғалымдар келіп жатса, оны құрметтеу керек. Бірақ Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жихадқа қатысқан батырларды михрабтың оң жағына отырғызып қойған. Ол болған тарихта. Неге? Отанды қорғаған адамдарға құрмет жасаған. Сондықтан құрметтелетін адамды құрметтесек біз, болады азаматтарымызды құрметтеуіміз керек. Елдің қамын ойлап жүрген, ұлттың, болашақтың қамын ойлап. Міне сондықтан айтып жатқаным, бұл уақыт, біздің мешітімізде қазір мынау уақыт. Қолыңыздан келсе, мешіт салыңыз. Қолыңыздан келмей жатса, сол мешіттің салуына бір қышын болса да қойыңыз. Талай ғасырларға кетеді, Құдай қаласа. Мынау мешіттер талай ғасырларға кетеді, Құдай қаласа. Осыған 20 мың кірпіштен берген қалаған адамдарды білем, Алла разы болсын, жаман болып жатқан жоқ. Өніп жатыр, өсіп жатыр. Келіп, баталарын алып кетеді осы уақытқа дейін. Мені қарыңыз ба, 20 жылдан асса. Ал жаңағы медресе дедік, құдық дедік, басқа дедік. Бақара сүресінің 267 аятында Алла Тағала Раббымыз Құран Кәрімде Бисмиллахир-рахманир-рахим Я айюхаллазина аману анфиқу мин тойибати ма касабтум. Осы жерге тоқталайық. Бұл аяттың мәнісі, мағынасы, ей иман келтіргендер деді. Маңдай терлеріңмен тапқан малдарыңды және біздің сендер үшін жерден шығарғандарымызды, шығарып бергендерімізді, яғни Алла жолында сарп етіңдер деді. Ей иман келтірген пенделер, маңдай терлеріңмен тапқан малдарыңды, дүниелеріңді және біздің сендер үшін жерден шығарғандарымызды Алла жолында сарп етіңдер деді. Қандай да бір кәсіп егелерін айтып отыр. Диқаншыларды да айтып отыр, мал бағатындарды да айтып отыр. Бірақ оның бәрін кім берді? Алла берді. Алла берді, не үшін? Сынақ үшін берді. Бағанағы біз айтып отқан иманды да не үшін берді? Сынақ үшін берді. Бұл дүниеде біз иманымызды қорғай аламыз ба? Жоқ, өзіміздің нәпсіміздің құлы болып кетеміз ба? Әңгіме сонда. Сондықтан да біздің еліміздің, мемлекеттің басқаны қояйық. Әлхамдулилля, біздің елімізде қай салада қызмет жасап жатқан адамдар бәрімізде, дін саласы болсын, қойшы болайық, мұғалім болайық, дәрігер болайық, оқымыш болайық, қай салада болмасын бәріміз имандылықпен елімізге, мемлекетімізге адал қызмет жасайтын болсақ, біз иманы мемлекет боламыз, абыройлы мемлекет боламыз. Бұл жерде келешегіміз, болашағымыз жастар отыр, інілеріміз отыр, бауырларымыз отыр. Отанды қорғау, отанды жақсы көру, патриот болу деген сияқты. Басқаларға қарамау керек. Әр қайсымыз өзіміз адал болсақ, алхамдулилля жаман болмаймыз. Бұның бәрінің ар жағында не жатыр? Бұның тақуалық жатыр, имандылық жатыр. Қазақ айтқан аталарымыз, бабаларымыз, Құдайдан қорықпағаннан қорық деген. Тақуа деген кім? Ол Құдайдан қорқады. Әрбір ісімізде Құдайдан қорқып істесек, біз әлхамдулилля онда бұл дүние ақыретте жақсы боламыз. Міне үлкендерді сыйлау, жастарға ізет, соларға үлгі болу. Егер де үлкен кісілер жаңағы ішкен жегенін айтса, карта ойнап отса, насыбай атып отса, жаман сөз айтып отса, ол жастарға үлгі боламайды. Міне атаға ата болу жарасады. Дұрыс па? Апаға апа болу жарасады. Кейбір ақсақалдарымызға көке бата бере қойса, өзің бере берсейші дейді. Бере алмайды. Үйрену керек бата беруді, Апаларымыз апа деп айтсаң, ей, мен апа емеспін, әже емеспін, мені тәте деп айт дейді. Намыстанады, апа деп айт. Бірақ жасы 80-ге келіп қалған. Өзі қандай? Жас болғысы келе береді де жаңа. Сіз қанша боламын десеңіз болмайсыз. Болды.
Сондықтан Махлайл Далайл деген кітапта не дейді? Кімде-кім 70 жасқа келсе, оның жанындағы періштелері көбейеді саны дейді. Мейірімділігі артады оған дейді. Кімде-кім 80 жасқа келсе дейді, осы Махлайл Далайл деген кітапта айтады. Ол адамның анша-мұнша күнәлары амал дәптеріне жазылмайды, тек қана сауаптары жазылып тұрады дейді. Кімде-кім 90 жасқа келсе дейді, ол 90 жастағы сол әулетте отырған адам болса дейді, жүрген адам болса 90 жастағы, ол жерде бір береке болады дейді, шарапат болады дейді, дұғалар қабыл болады дейді. Сондықтан біздің қарияларды сыйлайтынымыз сол, баталарын алып, мәселен кейін алып. Оны сыйламасақ, жас кезінде дейді, біздің ұстаздарымыз айтады, жас кезінде дейді, жас жігіттер отыр. Жас кезінде төрге отырам деп ұмытылсаң дейді, соны жақсы көрсең дейді, жас кезінде, үлкендер тұрған кезде, онда жасың келе-келе, ол табалдырыққа кетіп қалуы мүмкін дейді басын. Қараңыз, ол кітаби сөз негізі, өмірден алынған нәрсе. Ол сіздің әкім болсаңыз да, бас имам болсаңыз да, үлкен кісі ма, болды. Сіз үлкен кісі, аға, басты сіз бастаңыз, батаны сіз беріңіз. Қандай керемет. Дұрыс па? Одан жаман болмайсың. Одан мәртебең жоғарылап кетпесе, төмендеп кетпейді. Міне, кішіпейілдік деген сол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде «Иза мәтәл инсану анқата'a анху амалуху илля мин саласин». Садақта Расулуллах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Егер адам баласы бұл өмірден өтсе, бүкіл амалдары тоқтайды деді. Өмірден өткеннен кейін, кеудесінен жаны шыққаннан кейін, амалдардың бәрі тоқтайды деді. Неге? Ол басқа ешнәрсе істей алмайды, тоқталды әрекеттері. Хоп, тек 3 жағдайда ғана амал дәптері жазыла береді, сауап жүре береді дейді. Бұл енді машһур хадис негізінде, бірақ бүгінгі уақыттың несіне, тақырыбына бұл келіп тұр. Жалғасып тұратын садақа дейді бірінші. Жалғасып тұратын садақа. Жаңағы мешіт салу, медресе салу, мектеп салу, құдық қазу деген сияқты. Екінші, пайдаға асқан ілім. Пайдаға асқан ілім. Пайдалы ілім де, енді ол ілім болғанда да пайдалы болу керек. Кітап жазасыз ба, үйретесіз ба, Құран үйретесіз, жазасыз, Құранды жазып шығасыз мәселен деген сияқты. Және дұға жасайтын салихалы ұрпақ. Артында салихалы ұрпақ қалса, міне бәрімізді үміттеміз. Артымызда жақсы ұрпақ қалса, міне ол ұрпағымызды жалғастырады, артымыздан дұға қылып тұрады, елге пайдасы тиеді, айта берсең кете береді. Мәселен, ол иманды адам болу керек. Әке шешеде иманды болу керек. Алладан қорқатын болу керек, айта берсең. Осы хадисте түсіндірме берген ғалымдар осы хадиске. Хадистегі жалғасып тұратын садақа бұл негізі бүгінгі тақырыбымыз мына уақыптан басқа нәрсені меңзеп тұрған жоқ. Жалғасып тұратын садақа дейді. Меккеде болған, қажылықта болған адамдар білу керек. Сол енді анша-мұнша қажылық парыздарын, міндеттерін өтеп болғаннан кейін арылайды. Мединаға барады, қасындағы қалаларға барады, көбінесе Мекке, Медина ғой. Шө жерде қарасаңыздар, баяғы 3-ші халифа Осман разиаллаху анху тааланың кезінде сол 40 шақырымдай, егерде не қылмасам. Кейін оны Харун Рашид патша кезінде сол уақытта 40 шақырымдай арық жасаған, арық деп айтайықшы түсінікті болу үшін, канал. Сол күні бүгінге дейін сол бар. Ол нәрседе бұл уақытқа жасалған нәрсе. Оны қанша ғасырлар адамдар пайдаланды. Сондықтан құрметті жақсылар, мүмкін болса, міне пайдалы деген не? Мына Құранды, нәйеті Құранды айтатын болсақ, сіздердің жақсыларыңыз Құранды өзі үйреніп, басқаларға үйреткен деп отыр. Сол сияқты сіздердің жақсыларыңыз кім дейді? Жақсы адам, ең жақсы адам. Тек қана өзіне емес, өзгелерге пайдасы тиген адам. Жақсы деп отыр.
Сондықтан құрметті жамағат, барынша бәрімізде, сізде, бізде, әйтеуір пайдамыз тимесе де зиянымыз тимесін біріншіден. Екінші, әрине пайдамыз тисе, көпшіліктің бірінші Алланың разылығын аламыз, көпшіліктің батасын аламыз, рахметін аламыз. Асыл дінімізді қадірлеп, дәстүрін ардақтай білген біздің ата-бабаларымыз да уақыт қадірін өзі жақсы білген, түсінген біздің ата-бабаларымыз. Мысалы, Бейбарыс бабамыз Мысыр елінде салған мешітті біз 2008 жылы барғанда өзіміз көрдік. Қазір үлкен күрделі жөндеуден өтіп бітіп қалды. Енді естуімізше, биыл соның ашылуы несі болады рәсімі деп естіп жатырмыз. Мысырда, Египет мемлекетінде. Міне Бейбарыс бабамыз Мысыр елінде салған мешітті және ислам жұртына ардақты жаңағы 3 мешіт салынды. Ол қайсысы? Әл-Харам мешіті Меккедегі, одан кейін пайғамбарымыздың Ан-Набави пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешіті, Мединадағы 3-ші қай мешіт? Әл-Ақса мешіті. Палестиндағы Әл-Ақса мешіті, ол осы біздің 3 қасиетті мешітіміз негізі. Мешіттер көп, бірақ осы мешіттер біздің қасиет тұтатын мешіттеріміз. Әл-Ақса мешітінде 4 пайғамбар өткен. Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасиетті бізге. Бірақ Рамазан айының кезінде білесіздер, сол жерде әдейлеп тұрып біздің мұсылмандармен қақтығыс болып жатады. Білет мұсылмандардың Рамазан айында тыныш отырады. Алла сақтасын. Тыныштыққа ешнәрсе жетпейді. Тыныштығымызды қорғауымыз керек барынша. Міне, Құнанбай қажы бабамыз Меккеге қажылық жасауға барған қасиетті сапарында киелі шаһардан Тақия атты қонақ үйін тұрғызып, уақып жасаған. Құнанбай бабамыз. Тақия дейді ғой, Тақия дейді, Тақия дейді. Міне жаңа қонақ үй, гостиница дейміз ғой біз. Қонақ үй жасаған. Күні бүгінге дейін өткен ғасырға дейін келген сол. Әкесінің бұл игі ісі жайында хакім Абай атамыз айтқан. Меккеде уақып үй салып, пәтер қып, жаққан шырақты бір Құдайдың жолына малды аямай бұлапты деп Абай атамыз өзінің атасы, әкесі Құнанбай қажы туралы осындай деген. Дүниені сарыптаған, бірақ болашақ біздің елдің мұсылмандар үшін тәкие салған. Ол да не бір уақыт болып қалды. Уақыт деген нәрсе бұл қияметке дейін, егерде ол бұзылып жоғалып кетпесе, пайдалануға жараса, ол қияметке дейін оның сауабы кете береді, жалғаса береді. Енді осы жерде бірінен айтып кетейік, уақыттың зекеттен айырмашылығы. Зекет, білесіздер, садақаның ең жоғарғы сатысы, жылына бір-ақ рет беріледі. Оны бай адамдар нысапқа жеткен дүниесі болса, зекет беру оған парыз. Көп. Уақып ол зекет емес, уақып зекет емес. Оның зекеттен айырмашылығы, зекет парыз, ал уақып ол парыз емес, ол пайғамбарымыз сүннет. Уақып сүннет, зекет парыз. Зекетте нысап мөлшері болса, уақыптың ондай белгілі бір мөлшері жоқ. Зекет жылына бір рет берілсе, уақыптың мерзімі бекітілмеген. Айырмашылық. Сіздер бәріңіз көпшілігіңіз оқыған адам, оны түсінуіңіз керек, біліп отырсыздар. Адамның өз еркіндегі нәрсе болғандықтан, адам өзі қалағанша уақып етеді. Ол кіші бола ма, үлкен бола ма, бірақ соған уақыпқа арнап мал дүниесін жұмсайды, соны тапсырады халыққа. Ол пайдалана береді. Зекетке берілетін ақшаны айналымға сала алмайсыз. Зекетке берген ақшаны айналымға сала алмайсыз. Бірден 8 топтағы адамға таратып беру сіздің міндет парыз болып қалады зекеттен. Ал уақытта
қаржыны айналымға салуға болады. Мысалға, уақып еттім деп біреу 10 қой берсе, 10 қой берсе біреу уақыпқа, оны бірден таратып жібермей, қой санын көбейту үшін жаңағы көбейгенін садақа беруге болады деп отыр. 10 қойдың ар жағында көбейеді ғой енді, туады, не қалады. Иә. Көрдіңіз ба? Бұл жерде зекет пен уақыттың екеуі де дүниемен болатын нәрсе. Бірақ біреу парыз, біреу сүннет. Уақыт сүннет, зекет парыз. Зекетті айналымға салуға болмайды, нені уақыты болады. Кішкене мағлұмат сіздерге бердім, біліп алдыңыздар. Енді Құдай қаласа бұл уақыттың әлі бір жұмаларда тағы бір айтамыз, бұйырса бұл негізі керек. Өйткені мемлекетімізде, елімізде, осы қаламызда қанша адамдар бар. Аллаға шүкір, адал кәсіп жасап жатқан, егінмен, қой, мал бағып жатқан, қарап жатқан, мешіт салып жатқан, дүние тауып жатқан, адал жолмен, маңдай терімен, жаңағы аятта айтқандай. Аз қандай болса да дүниені маңдай терімен тапсақ, ол бірнеше есе бізге еселеп сауабы да болады, көбейе де береді. Мәселен дарияға жаңағы айтады ғой, малына зекет берген адам соншалықты көп екен, дарияға лақтырып көре деген, сөйтсе батпайды дейді жаңағы қойлары, малдары. Неге зекеті берілген де? Алла разы болсын. Баршамызға кей адамдар 40 емес, 40 қой емес, 39 қой болса беретіндер бар. Қой ертең 40 болады ғой деп. Оның бетіне қарап отырмайды да. Негізі 40 қойға беру керек. 40 қойыңыз болса жылына содан бір қой бересіз. Кейбір адамдар бар, 38-39 болса да беріп қояды да, берекесін берсін. Енді жыл ол 100 қой, 150 болып кете береді мәселен. Әңгіме сонда, ол бәрі ниетке байланысты. Алла Тағала бүгінгі айтқан осы шариғатымызға бәрімізге де амал етуге Алла Тағала нәсіп ойласын. Алла Тағала елімізге тыныштық берсін. Қазақстанымыз, қазақ еліміз мықты мемлекет, мәдениеті жоғары, ең алдымен имани мемлекет болуға, ел болуымызға Алла Тағала өзі нәсіп ойласын. Жұмада, әр жұмада төрт көзіміз түгел болып, аман-есен, тыныштықта, амандықта жете беруімізге Алла нәсіп ойласын. Ауырғандарға Алла шипа берсін. Қаламыздың осы мешіттің бас имамы Төле би қари кішкене тұмаурап қалды. Сіздерге сәлем айтты. Бір дұға жасап қояйық, Алла Тағала кәміл шипа берсін. Басқа да ауырған адамдарға да Алла шипа берсін. Алла Тағала біздерге болашақ, біздерге Алла Тағала салихалы ұрпақтарды нәсіп ойласын. Адамдарға, халыққа, дінімізге пайда келтіретін адал сондай әхлі ислам, әхлі құран, момын мұсылмандар болатындай, сондай қауым болатындай біздің ұрпақтарға Алла Тағала өзі хидаят берсін, баршамызға амандық берсін. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Алла Тағала біздің діни басқармадағы бірнеше азаматтар қазіреттен бастап мына қазір іс сапарымен жүр. Ол Қазанда, мынау Мәскеуде сапарлардың оңғысын абыроймен барып келсін. Уассалаллаху хайр халқи Мухаммади ва алейхи ва саллям. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.